Көңілді құрылысшылар, Ақтөбе. Ассалаумағалейкум, Астана! Дипломсыз жасауға болатын жұмыс үшін оқу жатқан мына біздер. Ендеше, ек қолға бүргірек, біз ойны бастаймыз. Алғашқы әзіліміз қыс мезгілі құрылысшылардың қармен атысуы. Достар, құрылыс тақырыбынан ауытқымаймыз, сонымен көреміз құрылысшылардың ант қабылдауы. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Күнкай Сұлтанбек Бейсенбайұлы құрылысшылар қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Және де бригадиріме ақтық киім алғанша адал болуға, 35 мың айлықпен жанұямды асырауға, рассордың 3/1 бөлігіне цемент, қалғанда құм салу билеуге, ақшасы төленбеген құрылысты қалай болса солай салуға, қысқаша айтқанда құрылысшылардың ісін дәйекті оқып үйренуге ант етемін. Құрылысшылар Абай атамыздың таңдауы. Құрметті достар, осындай мамандықты таңдаған біз ешқашан өкінбейміз. Бұл өмірде өзінің кетігін таба алмай жүргендеріңіз болса, бізге келіп қосылыңыздар. Қалап береміз. Қымбатты достар, биылғы жылдың тағы бір ерекшелігі республикалық премьер-лига сайыстары Астана қаласында өтетін болады. Сол премьер-лига ойындарына жолдама алған Семей мемлекеттік университеті Жаным Жайдарман тобы. Екіндігі Шығыс Қазақстан, түкір-түкірден жастар жиналған, әзіл өнер бойында дарыған, біз таңдаған шаңырақ Жайдарман, Семей, Орал, Павлодар, Қызылорда, Арал, Өскемен, Алматы, Шымкала, Қостанай, Атырау, Маңғыстау, Астана. Сұлулық бетте емес, жүректе деген достанатын қыздарыңыз келіп қалды. Қалайсың, Астана? Біз бастаймыз. Оппа! Жоққа жүрек жоқ, түнгі клубта. Ол да маған қарап кетпесін, мен де оған қарап кетпесін. Я, мен де қарап кетпесін. Маған айтпайды. Давай бірге барайық. Қарындас, танысайық. Айгүл, тоқташ. Жоқ, менің басым бос емес. Мен мұнда танысайық. Қарындас, жай ғана танысайық. Қуат. Айгүл, тоқташ. Жоқ, сен көрмей тұрсың ба? Менің қолым да бос емес. Қарындас, мүмкін түнгі Астанамен жүріп қайтпадық па? Тоқташ. Жоқ, сен көрмей тұрсың ба? Түсінбейсің ба? Мен аяғым да бос емес. Қазақ тілін енді ғана меңгеріп жүрген жігіт өз қызының туған күнінде. Ал енді тілектің тізгінін Айсұлуға берейік. Рахмет, ал енді Айнұр, туған күніңмен осындай қуанышты сәттерде кездесе берейік. Кто такой қуанышы? Осы
айтылып жатқан барлық тілектерге қосыламын. Кто такие тілек? Енді Мұраттың берік болсын, бақыттың серік болсын. Қайдағы берік, қайдағы серік? Айсұлу, Айнұрдың жігіті кішкене орысшалау келген. Орысшалау айтсаң. Орысша болса орысша. Пусть всегда у вас будет любовь, вера и надежда. Вераң деген кіме? Надеждаң деген кіме сенің? Bir күні бір түрлімен бір түрлі кездесіп, бір түрлі әңгімелесіпті. Әлгі бір түрлі. Себебі ол бір түрлі. Bir түрлердің ішінде бір түрлі болсын, бір түрлердің ішінде бір түрлі бол керек. Ал бір түрлердің ішінде бір түрлі болсын, бір түрлердің ішінде бір түрлі бол керек. Bir түрлі, я? Ғашықтардың романтикаға толы жерлерінің бірі кинотеатр. Сен не мені? Сүйгілдірсің ба не? Жоғы. Кешірім өтінемін, Lexus 550 автокөлігі. Дабыл қағышыңызды сөндіруіңізді сұраймын. Жайдарманда қыздар құрамалары өте аз екені барлығымызға мәлім. Соған сәйкес, сіздерде жаным құрамасы жайдарманда неліктен ойнап жүр деген сұрақ туындауы мүмкін. Сонымен сол сұрақтың жауабын бірге тамашалайық. Қыздар, жігіттердің армиядан қашан келеді? Менікі 1 жылдан соң, менікі 3 айдан кейін, ал менікі 6 айдан соң. Сен қазір жоқсың менің жанымда, ал мен болсам жүрмін жайдарманда. Өз-өзіме бастық боламын, сенен ештеңе де сұрамаймын. Қыздар, жігіттердің борышын қай жақта өтеп жатыр? менікі Атбасарда, Шонжыда. Ал менікі отарда. Армияда телевидение көрсетпейді емес па? Қазақстан ұлттық арнасын барлық жерден көрсетеді. Айттым ғой саған, көрсетпейді. Жаным сүйемін сені әрқашан, хат жазайын деп отырғам саған. Ғажайып маусым сыйлаған жайдарман, өміріміздегі ұмытылмас шақ. Сіздермен болған нағыз әзілмен нағыз қазақ қыздарының намысын қорғап жүрген жаным. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті, Абзал Жандар, Ақтөбе. Сәлем, сіздердің алдарыңызда жайдармандағы ғұмыры ең ұзақ команда. Себебі біз дәрігерлер 11 жыл оқимыз. Тек қана біздер мектепте 11 жыл бойы жаттаған әріптерімізді алдағы 11 жылда ұмытуға тырысамыз. Біле білсеңіздер достар, тек қана бізде әкесі мен баласы бірге оқиды. Я, дұрыс айтасың. Көптеген командалар өздерінің елді мекендерінде туылған беделді адамдармен мақтанады. Ал бірақ олардың кім туғызғаны қызықтырмайды. Тек қана біздер адамның ішінде не болып жатқанын білеміз. Бізде УЗИ бар. Қоян, осы сен неге барлығы қоян дейді? Бұл сұрақты сенің қойғаның бір түрлі екен. Шынымен де неге? Мен медакадемияны ең тез бітірген студентпін. 11 жылдық оқуға түсіп, 3 айдан кейін шығарып жіберді. Ол қалай болғаны сонда қоян? Мен ол кезде көп сөйлеп, аз жұмыс жасайтын едім. Ендеше достар, қоянның қателігін қайталамай, біз бастаймыз!
Біз сіздерге екеу болып көрініп тұрған шығармыз. Қысылмаңыздар, тек дәрігерлер сау адамды ауру қыла алады. Хирург дәрігердің қой сойуы. Скальпель. Скальпель. Тампон. Тампон. Зажим. Зажим. Құман. Құман? Иә. Табақ. Табақ. Ішек қарына ше беріңіздер. Жақсы. Өкінішті, қолдан келгеннің барлығын істедік. Жылама. Ар жаққа да жақсы қойлар керек. Жас күнінде жайна, самғашы қанат қағып айға. Иә, достар, біз сіздерге ескертетін болатынбыз. Біз медицина университеті. Дәрігерлер, жиналып қалыпсыздар, қояр сұрағым бар еді. Ал. Сіздер неге тегін жұмыс жасамайсыздар? Біздер 11 жылда ақша, жастық шағымызды кетірдік. Оны кім қайтарады? Жақсы, екінші сұрақ. Сіздердің мынау акушер гинекологтарыңыз неге дұрыс жұмысын атқармайды? Өздерің ғой, коньяк, шоколад беріп жаман үйретіп тастаған. Одан кейін кім жұмыс жасайды? Үшінші сұрақ. Неге мынау жедел жәрдем шақырғаннан кейін 2 сағат кейін келеді? Сен неге Қарағандыда тұрып Астанадан жедел жәрдем шақыртасың? Ал енді соңғы сұрақ. Не мынау? Мынау не? Білмеймін. Көрдіңіздер ма? Сіздер түкті де білмейсіздер. Мен шетелге барып емделемін. Достар, неге сіздер еліміздің дәрігерлеріне сенбей жамандай бересіңдер? Неге қолдарыңыз сынып қалса, бірінші сынықшыға барып, 2 сынықпен бізге келесіздер. Сосын қолдарыңыз қисық өссе, оған тағы да бізді кінәлайсыздар. Неге сіздер көстеген деп үйлеріңізде жата бересіздер? Авария деген көстеген емес қой. Неге балаларыңызға укол салам деп қорықтай бересіздер? Содан кейін біз оларды қалай емдейміз? Дәрігерлер, кешіріңіздер, мен қателесіппін. Достар, маусымашар бізге анализ секілді. Тапсыруын тапсырдық, енді қорытындысын күтеміз. Аман болыңыздар! Жалпы биылғы маусымашарда ең көп команда қосқан облыстар ол Қарағанды облысы және Маңғыстау облысы. Алдарыңызда Маңғыстау политехникалық колледжінің mptk.kz командасы Ақтау. Ассалаумалейкум, Астана. Ғажайыптар маусымы Ақтаудың жігіттері сахнада. Біз бұл ойынға 1 жыл дайындалдық. Облыстың барлық қалаларынан ақтық мәре финалдық бәсеке біз кубокты алып кетуіміз керек. Ғамжан, ау, бұны 7 айдан кейін айтасың ғой. Биде керек емес па? Биде керек емес. Дәл осы бөлгейде МПТК біз бастаймыз. Тойдан қалмайтын 21 ғасырдың балдары тойда шашу теруде. Шашу! Ирис кампит. Ұлы Отан соғысында болған атамыз немересімен үйінде. Он жыл бойы қой баққан жігіт балабақшаға келіп балдарға тәрбие беруде. Аға, Ау, балаңды алып кетейін деп едім. қайсысы? Ақ көйлектегі. Жайлап. Үркітпе. Алдынан бар, үркітпе, жайлап. Иә, осы.
Сөз соңында құрметті астаналықтар. Біреу білет, біреу білмейді. Біздің ойнағанымызға білдей 4 минут болды. Бұдан түсінгеніміз Жайдарман деген ол достық, махаббат. Біз Жайдарман арқасында көптеген достар таптық. Қамжан, ау, бұл 4 жылдан кейін айтасың бұл. Сіздер оған Ақтау МПТК. Қош, сау болыңыздар. Қызылорда облыс әкімінің құрамасы Тұңғыш Астана, Қызылорда. Жайдарман думан, аны бүгін әсем қалуара. Сыралашырған, насыбыз бұл Тұңғыш Астана. Құрметті достар, өткен 2012 жыл Тұңғыш астаналықтар үшін мерей тойға толы жыл болды. Мысалға, Бұхарбай Батырдың 200 жылдығын тойладық. Шығыс жұлдызы Ғани Мұратбаевтың 110 жылдығын. Ал Қалжан Ахун бабамыздың 150 жылдығын тойладық. Достар, талы көбеймесе де, шағы басылмаса да, мұнай мен күріштен шыққан қаржыны орынды жұмсай алады қызылордалықтар. Жаңа маусымда. Достар, аты әлемге әйгілі Қыз жібек пен Төлеген кинофильмінде жібектің рөлін бірнеше әртіс сомдаған. Неге? Біз Тұңғыш астаналықтар бұл сұрақтың жауабын таптық. Төлеген! Не болды Бекежан аға? Төлеген! Айдай сұлу қазақтың қызы жібек, менікі! Жағалбайдың жалғыз қызы Қыз жібек маған ғана тиесілі. Туй, жекпе-жек! Жекпе-жек болса жекпе-жек. Ағалар, тоқтатыңдар! Ағалар! Достар, досы көпті жау алмайды. Бір-бірін 7 жыл көрмеген екі дос кенеттен көшеде кездесіп қалыпты. Қалтаңа салып қойсайдым. Салып қой қалтаңа. Жүр. О, досым! Сержан, сен ба? Қалайсың? Сені көрмеген 7 жыл өзгеріп кетіпсің ғой. Сен де өзгеріп кетіпсің ғой. Айтпа, ауылдан кеткелге ешкімге араласпайтын болдық қой, жұмыс бапты сол жүрді. Досым ғой алда берген. Тандың ба? Бая, Кіттей. Інім ғой мен. Кіттей, бүтінді ползонки асық ойнап жүретін. Інім, бұл деген қазір жігіт болды, үлкен. Бұл деген бокске қатысады ғой қазір. Қой, айналайын, мынадан бірдеңе шықса бар ғой. Мынадан бірдеңе шықса деп айтпай қой сен. Бұл деген қазір боксер. Шығасың ба? Шығам. Шығасың ба? Тұрайын, со бала мен бала бол. Сен наған айтсай, Сержан. Наған айтсай, қой деп ятқан әрді енді. Көшеде бүйтіп тұрайық енді. Сержан бала мен бала болып, өсіреді енді. Енді тұрайық енді, өсіреді бала мен бала болып енді. Құрметті достар, келесі жағдай жатақханада жататын қыздарға байланысты. Пақ шіркін қызыққа толы студенттік күндер ай. Салта. Ау Маржан? Ролтын жеп, кәм асқазан бұзып алдым. Ыстық тамақ жеп бір жаққа орайықшы. Қарын ашып тұр ма? Бағана кураторым айтып жатқан сен шәкіртақың түсті деп. Жүр банкомат тексеріп көрейік. Мен шәкіртақым түспаған ше. Айтпақ, Салта не ғой? Сен шәкіртақың қанша? 22 мың. 22 мың? 22 мүнге кешке не істей аламыз? Салта! Салта! Сен шәкіртақың түскен жақсы болды, Күшті. Даяршы бізге 2 мақито. Салта! Мақито деген не? Мақито деген тизи деген ба? Қыздар, бірге билеп, бірге отырып, бүгінгі кешті көңілді өткізбедік па? Не дейін? Көңілді өткізбедік па? Ей, сендей жігіттер, біздей қыздарды қыдырды үшін қалталары көтермейді. Даяршы бізге 2 акарачка. Қап әттең түспей қалыпты ғой. Ойбай. Жігітім қайда кетіп қалдың ойбай. Достар, ойынымыздың соңында кішігірім тарихқа көз жүгіртсек.
1925-1929 жылдары Қызылорда қаласы еліміздің ең алғашқы астанасы болған. Сол жылдары қаламызда еліміздегі ең алғашқы театр мен вокзал салынған болатын. Сол кезде бас демек мегацентр қаншатыр бәйтерек салдырып алу керек еді. Қызылорда облысы әкім құрамасы тұңғыш астана, таныс болыңыздар. Қымбатты достар, сахнаға келесі шығатын топтан күтеріміз көп. Таңшолпан балалар үйінің құрамасы Қарағанды қаласы. Бұрын қатты суықта тонып қалатын, енді қаз жаурайтын астаналықтар, қайырлы кеш! Сіздер ойлап тұрған шығарсыздар, көзі көкшеген мына орыстар қазақшаға суда екен деп. Жоқ, шын мәнісінде біз таза қазақпыз. Сенбесіздер ма? Мен сіздерге 7 атамды айтып берейін. Ең алдымен империалист, империалистен коммунист, коммунистен социалист, социалистен капиталист, капиталистен демократ, демократтан тәуелсіз Қазақстан. Ал мен сол қазақтың сарадамала құлы Тарадин Влад боламын, ағайын. Осы орыстарды айтам, қазақша екі сөздің басын қосса болды, сахнаға атып шығатын бопты. Иә, бұларым далда қалмайды. Влад, қазақша сайрағанның қандай пайдасы бар саған? Шамил, қазақша білгенің несі жаман? Қайырлы кеш, құрметті қазақстандықтар деп Швейцарияда жүргендерден жақсы сөйлейм ғой. Мүмкін мен де кім болармын. Альбина, мына орыс әкетіп барады ғой, тоқтатпайсыңдар ма? Айтпақшы, менің атым Наташа. Мен нағыз қазақпын, өйткені мен қазақша сөйлесемін, шайды жақсы көремін, әнұранды жаққа білемін. Қазақтар, сөзді қойып іске кірісейік. Ендеше бірден жарнамадан бастайық. Влад, кеше ағымның тойы болды. Көп адам келді. Мұна бәрі әдісті қалай жуамыз? Менде керемет идея бар. Қандай? Сендерге не керек? Мұна бәрі әдісті жу керек. Қазіргі таңда қазақ тілін дамыту мақсатында көптеген жерде байқаулар өткізіліп жатады. Дәл сондай бір байқаудан көрініс. Бүгінгі қазақ тілі байқауының жеңімпазы Шапошников Борис. Борис, қазақ тілі қалай үйрендің? Менің атым Борис. Мен Қарағандыда тұрамын, кітап оқимын, спортпен айналысамын. Мен қазақша сөйлеуді ұнатамын. Бәрекелді. Ал қазақ тілі саған кім үйретті? Менің атым Борис. Мен Қарағандыда тұрамын, кітап оқимын, спортпен айналысамын. Мен қазақша сөйлеуді ұнатамын. Сен мен түсінбей қалған шығарсың. Жарайды, көрермендерге не айтасың? Қазақша қалай үйренуге болады? Менің атым Борис. Мен Қарағандыда тұрамын, кітап оқимын, спортпен айналысамын. Тоқта, мына түк білмейді ғой. Бірінші орын ана Наташаға берейік, жүр. Аға, менің атым Борис. Құрметті достар, аз болса да көптеп көріңіздер. Осымен біз аяқтаймыз. Альбина, біздің командада коммунизм ұрата әндеп жатсыңдар ма? Жоға, жай сұрадым ба?
Біздің командада мынау Ленин не істеп жүр? Мен Ленин емеспін. Менің атым Борис. Ал қыздар ұшы Брюс Виллис. Мәссаған, Ленин қазақшаға суда екен ғой. Құрметті көрермен, көзі көк, өні сары, ұлты өзге болса да, нағыз патриот бізде ақ болсын. Сахнада Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институты. Байланыс жігіттері, Алматы. Әттең әнші емеспіз, а? Айтпа. Әйтпесем нәрдегі бір залды жарып тұрып, халықты бұлай жасатқызып жіберетін едік, дауыс жоқ. Мейлі ол маңызды емес. Сәлем Астана! Біздің Алматыдан Астанаға жетуіміздің өзі өте қызық болды. Біз ұшақпен келейін деген едік. Сөйт билет болмады. Ақша болмады. Ақша болмады. Содан кейін пойызбен келдік. Пойызда соңына дейін әкелмеді, ана вокзалдан тастап кетті. Ары қарай такси ұстадық. Ояқ мүлдем қызық. Біз 9-мыз ғой. 9-мыз тобыр 3 машинамен келдік. Ана көшедегілер ойлаған шығар, мыналар жынды ма, қалай 9 тобырлап 3 машинамен келеді деп. Байланыс жеттері біз Ше, әңгіме айтып отырмын. Енді қызықтырып жатқанда. Сол. Байланыс жеттері біз байланыстамыз. Әр ұлт өз баласын қалай тамаққа шақырады, алдарыңызда орыс халқы. Ваня. Да, мам. Пойдем домой кушать. Не хотим, а можно чуть поиграю? Ну ладно. Ал енді еврей халқы. Мойша. Мойша. Кәрі мені сұбыра. Қарастара, мәрі қарастара. Ал енді болды. Біз енді келесі әзімізге көшеміз. Бұндай да бар. Мына әскери адам болғаннан кейін бізге оңай түскен жоқ, бұндай үлкен сахнаға жету. Ең бірінші біз әскерге бардық. Кешіріңіздер, аяқ асты хабарландыру. Қызыл түсті Toyota Carina E дейді. Мемлекеттік номері Z261 ФЗО. Көлігі сатылады. Бағасы $5500. $6000. Қазақтың атақты боксшысы Серік Сәпиев алтын медальмен үйіне оралуы. Менің чемпион ұлым келді, жаны. Сәкунай. Кәне. Ай, ашық қалды балам. Ана бөлмеде әкең отыр. Бар, амандасып қайт. Қалайсың, пап? Қайда жүрсің сен? Қайда жүрсің демей саған? Балалармен олимпиада орғытқанбыз. Сені кім жіберді? Мемлекет барлық жіберді ғой. Сенен сұрап тұрмын, сені кім жіберді? Сіз мен кеткенде Моншада болғансыз. Сен осы Лондоннан басқа ешқайда барған жоқсың ба? Жоқ.
Қарағанды, Лондон, Лондон, Қарағанды. Кеше ғана елордамыз Астанада елбасымыз Серік Сәпиевпен жеке кездесуде болды. Енді өз шақырды ғой. Жарайсың балам. Азамат. Желбіреп байрағы әлемде, әнұран айтылды әлемде, ұл қызы. Ойын соңында айтарымыз, мына өсіп келе жатқан жастар біздің әскери институтқа оқуға түсіңдер. Егер де біздің әскери институтқа оқуға түсіңдер, онда біз сияқты КВНчик боласыздар. Кетшіктер. Жер жаннаты Жуалы, ал Жуалының жігіттері тек қана алға ұмтылады. Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, алға басар. Сәлем Астана, сәлем достар! Құрметті достар, кез келген жерден ғажайыптар табуға болады. Біз жалғастырамыз! Құрметті достар, Қазақстанға танымал футболшы Самат Смахов Түркиядағы бір футбол клубына ауысқан болатын. Сонымен Самат Смаховты достары шығарып салу үстінде. Ал жақсы, Самат. Самат жақсы. Жол болсын, Самат. Сәке жақсы. Самат, Түркия мұнақта қисып кет барасың, құдық қағылайсың. Құрметті достар, бәріміз білеміз, ауылда басымызға қиын жағдай түссе, балгерге барамыз. Сонымен сондай бір ғажайып жағдай. Аға көмектесіңізші, өтініш. Көмектесем, не болып қалды? Соғымға сақтаған семіз жылқымды ұрлатып алдым. Жылқыны ұрлап кеттім ма? Қазір мен құмалақтарым шашып жіберейін мына жерге. Кетті. Құмалақ не дейді? Құмалақ айтады. Жау алыстан келген жоқ дейді. Жау алыстан келген жоқ, алыстан келетін таксиге ақшасы жоқ оның. Көрші ма? Көршің. Сейсенбек көрші ма? Сейсенбек көрші. Рахмет аға, үлкен рахмет сізге. Тоқташы сен. Тоқташы, менің де керегім боп қалады ой деймін сол жерге. Мен де барайшы. Аға жүріңізші. Құрметті достар, мүмкін емес бірақ шындық. Мүмкін емес бірақ шындық. Қарапайым халықтан жасырылған ақиқаттар. Скандал. Жуалы ауданында Зоя есімді сиыр Сейсенбек деген сауыншыны анайы іс-қимыл үшін сотқа беретін хабарлады. Мүмкін емес бірақ шындық. Жуалы ғалымдарының дәлелдеуі бойынша Қайрат Нұртасының мұңлы әндерінен кейінгі қыздардың көз жасымен 15 мың ауылды таза ауыз сумен қамтамасыз етуге болады екен. Мүмкін емес бірақ шындық. Сейсенбек ата баласының жаңадан сатып алған көлігінің түнде уиу деген дыбысын жамандыққа жорып, көлікті атып тастапты. Мүмкін емес бірақ шындық. Қарапайым халықтан жасырылған ақиқаттар. Жуалы, жер жанаты. Бұл шындық, достар. Құрметті достар, негізі біздің бұл өмірде бағалайтын екі дүниеміз бар. Марат шөп еді ғой. Біреуін пойызда жеп қойдық қой. Ауылымен бірге бақытым, ғажайып бұл уақытым, ауылымды сүйемін. Жайдарманмен бірге бақытым, ғажайып бұл уақытым, жайдарманды сағындым. Себебі! Рахмет. Терістіктегі текті жұрт, жігіті жайсаң, қыздары қырмызы кереку. Павлодар облысы жастар құрамасы сахнада. Құрмет көрмендер, сіздермен бірге индустрия орталығы Павлодардан келген жігіттер. Орыстанудың емес, индустрияланудың орталығы. Бәрі айтады біз орыстанып кеткенбіз деп. Неге? Неге айтпайды мысалы біз индустрияланып кеткенбіз деп? Жарайды, Алдияр, оны қойшы. Сен сыйлыққа келдің ғой, соны көрсетсеш. Айтпақшы, мен Есаға сыйлық алып келдім ғой, құрмет көргендер. Ол біздің жерлесіміз, яғни Супер Марионың каскасы. Енді Есаға
есаға емес, супер есаға болып кетті. Тоқта Алжан. Супер Марионың мұрты бар емес пе? Дархан, қазіргі кезде билікте қалу үшін мұрттың қажеті жоқ. Өнеркәсіп демекші, Павлодар индустрияландырудың орталығы біздің қаламызда алюминий зауыты, электролиз зауыты, мұнай химия зауыты, ГРЭС 1, ГРЭС 2, ГРЭС 3. Даусыңа не болды, Нұрсұлтан? Астананың таза ауасы жақпай жатыр, жігіттер. Оу, бізді ұмытып кеттіңдер ғой, Біз керек жоқ боқпалық сендер емес, Сик пен ірінен секілді. Олжас, саған ренжідім мен. Сен маған ренжідің ба? Сен білесің ба, сенің әкең менің анаммен жүреді ғой. Сонда менің әкем, сенің анаң екеу үйленсе, сен менің ағам боласың ба не? Иә. Құдай сақтасын. Сонымен жігіттер, маусым ашарды жарып, жоғарғы лиганың чемпион атағына иеленуге дайынсыздар ма? Тоқта, бізге көмек керек қой. Бізге көмектесу келетін супер есаға. Көрерменге сәлем беремін, 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 сәлем беремін. Кереку жастары әзілін шашады, сахна төрінде ойынын бастады. Әзіл сүйер көрермен ойынды тосады, жайдарманға махаббат жүректе қалады. Павлодар жастары әзілді шашады, сахна төрінде ойынды бастады. Әзіл сүйер көрермен ойынды тосады, жайдарманға махаббат жүректе қалады. Павлодар сахнада, Павлодар сахнада. Қасыл бізді көрермен әзіл кеш сахнадан, абыройменен қорғар. Көрермен қосыл кәне, біз айтқан әсемінге. Көрермен қосыл кәне, біз айтқан әсемінге. Сонымен көрек өте қауіпті, бірақ өте мәдениетті бір аудан. О, бауырым, сен не, бұқасың ба не? Мен адам баласың. Ал сен бұқасың ба не? Мен де адам баласымын. Олай болатын болса, мен өз ағамды шақырам. Шақыр. Аға! Аға! Оу, сен не? Бұқасың ба не? Мен адам баласымын. Мен де адам баласымын. Мен де адам баласымын. Біз де адам баласымыз. Жігіттер, олай болатын болса, біз ағайындармыз. Егер сіз біз секілді мәдениетті болсаңыздар, сіздер де адам баласы дейді. Сіздермен болған қазақ әліппесінің 42 әріпінен кейбір кезде 33-ін ғана қолданатын павлодарлықтар. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті байдың балалары, Шымкент. Сәлем, жайдарман. Сахнада байдың балдары. Жайдарманның жастары, біз байдың балдары. Жайдарлы жігіттерміз, әзіл сыйлар салмақты. Болашақты көздеп біз биіктерге самғаймыз. Жастардың әуесі бұл, хей, тек жайдарман. Ассалаумағалейкум, Экспо 2017! Абайла, яғни Астана жайдарман құтты болсын. Олай болса бірден команды таныстырып кетейік. Мысалға Есбол байдың баласы. Бай болсаң балам тасыма. Тасымаса сен қамыр емессің ғой. Одан кейін
Дәурен де байдың баласы. Дәурен биыл біздің университетті бітіріп, дипломмен ауылға бағдарламасымен Астанаға келейін деп отыр. Астанаға келейін деп отыр. Астанаға келіп, Экспо 2017-ге өзінің кішкене болса да үлесін қоспақшы. Дәурен Астанаға көшеді. Дәурен көшіп барады. Олай болса, құрметті достар, сөзіміздің басын қазіргі гитаралардың артында жазылатын сөзмен бастаймыз. достар. Нұрбол, ауырып жатыр, ұзын. Бір дәріге шақыр, дәріге шақыр. Бір минут қас. Нұрбол, мен саған айттым ғой, хабарлайсың деп. Хабарла. Бір кафенің ішінде ас мәзірін онша. Нұрбол. Бұл жайдарман. Жайдарманда бұлай хабарлауға болмайды. Жайдарманда бұлай хабарла, бұл әзілді. Құрметті көрермендер, егерде ас мәзірімен таныс болмаған даяршы кафеде жұмыс істесе қалай болады? Хабарласың? Хабарлайыз. Мен сол ас мәзірін хабарламай қойшы, кетші бар. Не ап шағырындар, мен өздерін хабарлайтын болсаңдар. Даяршы, кеш, даяршы. Даяршы, кеш. Беш, ас мәзір. Палау бар ма? Палау беш, палау. Гуля. Бізде пал бар ма? Жоқ. Лағман бар шығар, лағман беш, лағман. Гуля. А бізде лағман бар ма? Жоқ. Бізде лағман жоқ. Не білесің өзіне? Кафе ме, тойхана ма? Не дауыз? Гуля білет бәрін. Менде жақсы ой бар. Қандай ой? Мистер Проперт шақырайық. Шақыршы, мистер Проперт. Понтим. Хей! Ассаламағалейкум, Проперт. Уағалейкум ассалам. Даяршылардың дым білмейді. Тойхана ма, асхана ма? Не дауыз? Гуля! Жоқ деме маған, мен сені іздеп тұр. Құрметті көрермендер, сөзіміздің соңында, біз байдың балаларымыз. Мойындаймыз, біздің байлығымыз өмірімізге қатты көмектеседі. Бізге тек бір-ақ жерде көмектеспейді. Ол әрине жайдарман. Сіздермен бірге болған нағыз байдың балдары. Қымбатты достар, жайдарманда Семей өңірінің орны ерекше. Семей қашанда таланттарға бай. Бұл сөзімізге Семей мемлекеттік медицина университетінің Медунивер құрамасы дәлел болады деп сенеміз. Медунивер Семей. Әйелдің тіршілігіне қажетті нәрсе қаржы. Әлеуметтік қолдау болмаған жағдайда әйел затының күйі болмайды деп ойлаймын. Әйел адам ер адамның қабырғасынан жаралған. Сол қыздар ойлау керек, ер адамдардың қабырғасы майысып кетпеу үшін. Міне жігіттер, біздің мәртебеміз сендердің қолдарыңда. Ертең алаң. Арайлы ақтаңда әсерлі әңгіме аясында. Қазақтың мың әні қалай жинақталды? Отандық жас ғалымдардың қандай жетістіктері бар? Осы сауалдарға жауап тауып, көктемде иммунитетті жақсартудың жолдарын біліп, өзге де қызықтарды көрем десеңіз, дүйсенбіде Таңшолпанмен бірге ояныңыз. Терафлекс. Оның белсенді компоненттері ауру синдромдарының төмендеуіне ықпал етеді. Организмге шеміршек тіндерін қалпына келтіруге көмектеседі. Және буындар қызметін жақсартады. Терафлекс. Тек буындар ауруын басып қана қоймай, олардың қозғалғыштығын жақсартады. Терафлекс. Сау буындар, белсенді өмір. Невея ұсынған инновация. Pure Natural ылғалдандырғыш кремі 95% табиғи ингредиентпен тұрады. Бірегей орган майымен алоэ вера сығындысы теріні қарқынды ылғалдандырады. Және оған табиғи сұлулық жарқылын сыйлайды. Табиғат күші Pure Natural мен Невеядан. Әдемі әзіл
Қағытпа қалжың, бастарын қосты жайдарманда. Көңіл көтеріп, әнмен тербеліп, қуанып шаттап, бүгін жайдарман. Достар, биыл жоғары лигада жақсы өнер көрсетуіміз керек. Ештеңе кедергі жасамайды, өзіміз ғана. Армандапсыңдар. Бегемот нәжімдер, не үшін шықтыңдар? Эфирға түсіп күйеуге шығамыз деп шықтық. Мына бер жақта шыққан еркектің фигурасын қараш. Әйелдікі сияқты, е? Мен барлығын естіп тұрмын, Аманжол. Әйелдікі сияқты емес. Аманжол, күлдірте берме. Қыздар, не дайындыңдар? Би. Тоқтар! Мына неме тоққа түскен тауық саба? Джеки Чан дублері ма? Кім мына өзі? Бәшеке, ашуланбашы. Уау, Ақерке, ат екенсің ғой. Рахмет, Данияр. Осы қыздарды малға тенесе неге мәз болады? Данияр, бізде әзіл бар. Жайдарманшы баласын теледидардан көріп отырған ата-анасының түрі. Сонда сендер бұны күл-күл деп тұрсыңдар ма? Ұнамады ма не? Ұнаған жоқ. Жайық, жасап тасташы анан. Болды. Жігіттер, қыздар құртып атыр, ойынды құтқару керек. Кімде не бар? Менде ән бар. Қандай? Қызыл өрік жүгірткенде. Қызыл өрік көгергенде, шерге қолап шірігенде, бала келіп асап-асап әжетханаға жүгіргенде, қызыл өрік Тоқтат, Мынандай өлеңдер жарамайды. Тағы не бар? Менде ән. Ұятсыз болмасын. Ондеші жоқ. Жарайды, аяқтаймыз. Құрметті көрермендер, былтыр біз жоғары лиганың ширек финалынан шығып кеткен болатынбыз. Сол кезде бізден ойынның алдында Жайдарманның күнделігіне сұхбат алған болатын. Медунивер құрамасы, сіздердің ойларынша бүгін кім ұшады? Тек қана қыздар Алматы, тек қана қыздар. Тек қана қыздар, сіздердің ойларынша бүгін кім ұшады? Семей Медунивер. Не, осы жердің бір қызығы, сол ойында осы екі командадан екеуі ғана шыққан болатын. Құрметті тек қана қыздар, осыдан баста бір-бірімізді қолдап жүрейік. Ал өзіміздің ойынымыздың соның әйгілі футболшы Самат Смаков Түркиядағы жаңа бапкеріне айтқан сөзімен аяқтағымыз кеп тұр. Бапкер, мен қақпашы емес, негізі қорғаушымын ғой. Тағы бір премьер-лига ойындарына жолдама алған ПСК пысықтары Атырау. Сәлем достар, сәлем Жайдарман, маусымашар 2012, құтты болсын достар! Қобылан, қайдағы 2012, биыл 2013 жыл емес пе? Жо, Дархан, мен былтырғы маусымға қатыса алмай қалғам. Мен үшін маусымашар 2012, құтты болсын тағы да достар! Қалай қатыса алмай қалды сонда? Көке, сенікі не жүріс, Астанаға барып Жайдарман ойнайын бейсін. Жайдарман саған нам бола ма? Жұрттың балдары құсап, сабағыңды оқып, қалада қалып, жұмысын жасап, ақша тапшиш одан да. Өкінішке орай, осылай келен қалған жайым бар. Биыл қалай жіберді сені? Көке, сенікі не жүріс, не оқуың жоқ, не жұмысың жоқ. Жұрттың балдарын қара Астанаға барып Жайдарман ойнап жатыр. Жұрттың балдары Қазақстан ұлттық телеарнасына шығып жұлдыз болып жатыр. Сен солардан бір жерің кем ба? Сен де бар, сен де жұлдыз бол. Мінекей, дәл осылай маусымашарға да келдік. Жалпы достар, өзгелер мойындамаса мойындамасын. Бірақ біздің үйдегі ата-аналарымыздың біздің Жайдарман ойнағанымызды мақтан тұтатыны біз үшін жеңіс. Бұл Жайдарманның да жеңісі. Олай болса, ПСК, хей! Егер де журналистер әдебиет